Сәлем достар, сіздермен мен бүгін Clasher.kz анасы және достар, бұл видео емес, мен сіздерге бір рубриканы айтқым келеді. Рубрика сұрақ-жауап рубрикасы дейді. Қазіргі таңда бүкіл ютуберлер енді қолданылады, видеоблогер, летсплейщиктер. Сол мен рубрикамды бастамақпын, себебі жаңағы подписчиктерінен сұрақтар алу үшін. Және достар, оны қалай қояды десеңіздер, мен ВКонтактеде осы видеоны қоям және постқа айтам, сұрақ-жауап рубрикасы ашық деп. Сонда сіздер комментарийге сұрақтарыңызды қоя аласыздар. Мен ертең немесе арғыны сол сұрақтарға жауап беріп видеоға түсіремін. Сосын ютубқа саламын. Енді сұрақ дейінде бүкіл сұраққа жауап бермеймін, енді 20-10 сұрақтарға жауап берсем, сол. Ал боғауыз комментарий болса, мен оны удалить етемін, жаңағы адамды навсегда банға қоямын. Және андай сұрақтар болса дегенім ғой, ондай сұрақтарды қоймай қойыңыздар, достар, бір-біріңізді құрметтейік. Және соған қоя аласыздар, сол ашық болады. Және сіздерге сонда кланға шақырамын. 8 адам қалды көріп тұрғандарында, себебі онда орыстар ана-мынаулар көбейіп кетті жалпы. Одан кейін КВ жағы да жаман болып кетті деген сияқты бар ғой. Вообще нашар болып кетті. Сосын енді нормальный. Енді айтарым, кланға кіру үшін 1400 трофей керек. Обязательно жинап көріңіздер. Содан ТХ7 фулдан, ТХ6-лар, ТХ5-лер енді көрмейді. Бұл екінші аккаунтысын таныстыр ғой бұл. Сосын кіре беріңіздер, ТХ7 фул болса. Немесе фул болмайды, нормальный прокачка болса, дракон 2 болса кіресіздер. Рашерлер керек емес. Ал мен видеомды аяқтаймын. Сіздермен бүгін болған Clasher.kz анасы, және сұрақтарыңызды қойыңыздар. Сол посттың ссылкасын описаниеде қалдырамын, және группаның ссылкасын описаниеде қалдырамын тоже. Ал амандықта жүздескенше достар, сау саламат болыңыздар.